Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өзіміздің бау-бақшамыздан алынған асқабақтан орама жасайтын боламыз. Ең алдымен асқабағымызды алып, осылай жуып аламыз. Не жуып алдық. Ендігі кезекте асқабақтарымызды бөлік-бөліктерге бөлетін боламыз. Мінекей. Және де айта кетейін, асқабақ өте дәрумендерге бай. Күз мезгілінде көп жеуіміз керек, өйткені өзімізге керекті дәрумендерді аламыз. Одан соң қабықтарын да ала кетеміз. Қабығын алу кішкене қиынырақ болады. Мінекей дәл видеодағыдай. Осылай. Одан соң жуып аламыз. Міне жуып алдық. Енді бізге үккіш қажет болады. Үккіштің көмегімен асқабағымызды өткізіп аламыз. Және де не үшін біз үккіштен өткіздік айтайын. Турап әуре болмас үшін біз үккіштен өткізгенді жөн көрдік. Мінекей осылай үккіштен өткіземіз. Не біз барлығын өткіздік. Енді кішкене мөлшерде сұйық май және де тұз, бұрыш саласыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызбен дәмдеушілеріңізді қоссаңыздар болады. Одан соң жақсылап араластырасыздар. Қамырына тұзды салқын су міндетті түрде қажет болады. Сосын осы заттармен қамыр илеп алатын боламыз. Міне. Осылай. Одан соң қамырымызды алып бөліктерге бөлетін боламыз. Ал біз 4 бөлікке бөлдік. Енді қамырымызды алып, ұнның көмегімен осылай жаюға дайындайтын боламыз. Міне дәл видеодағыдай. Одан соң жаюға кірісетін боламыз. Жұқа болуы қажет біздің қамырымыз. Қатты жұқа деп қатты жұқа жайып қоймаңыздар. Қатты жұқа болмауы да қажет. Міне дәл видеодағыдай жайып алатын боласыздар. Он сеуіп, оқтаудың көмегімен. Одан соң қамырымызды жайып болған соң сұйық май құятын боламыз. Құйған соң жағамыз. Міне дәл видеодағыдай жеткізесіздер. Одан соң жаңағы асқабағымызды салып аламыз. Одан кейін ораймыз.
пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Одан соң рисімізді алып, майлап, орамаларымызды орналастыратын боламыз. Тағы майымызды жағамыз. Міне, дайын болды. Қалғандарында мен айтқандай істеп алатын боласыздар. Дайын болған соң ристерімізді үсті-үстіне қойып 30 минутқа пісіруге жіберетін боламыз. Міне, біздің орамаларымыз дайын 30 минуттың ішінде пісті. Мінекей дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тұздықты өздеріңіздің қалауларыңызбен жасауларыңызға болады. Біз осылай жасадық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатын болады. Тіркеліп, лайк басып, löпіл басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздерге істеуге сәттілік тілеймін. Ас болсын.